Барсақ бола ма? Жолың ашық. Аяқтарың үзеңгіде. Ешқандай кедергі көріп тұрған жоқпын. Жүрегің орнында. Дегеніңе жетіп тұрсың ғой. Бара береміз ғой. Смело ғой, смело. Әсел, бассаңдар. Көрдіңдер ме? Алматы қаласында заңсыз синтетикалық наркотиктер сатылып жатыр. Сатушы 2 күннен кейін Лакоппала ресторанына келеді. Клиентпен кездесуге. Клиенттер шетелдіктер. Бірден бас салуға болмайды. Заказ берген кімдер, соны анықтауымыз керек. Түсіндіңдер ме? А есть другие фотографии, чтобы лицо было видно? Пока бар осы ғой. Разрешите мне выйти с ними на контакт? Ойланамыз. Я смогу. У меня есть идеи. Жолдас лейтенант, ойланамыз деп айттық қой. Так точно, господин полковник. Көріп тұрмын көздеріңнен тағы да сені. Айтып алтар қасын шерін. Әңгімеден басқа не бар ауада бұл күн. Айта қойған сөздің төркінін. Кел ағы тегіл арылайық бұл ебілсе бұл. Айта бер түлкін. Аға? Ұйықтап қалмадың ба? Жоқ. Холодильник пустой. Қалай тұрып жатсың? Мен болмасам аштан қаласың ғой. А что не так, аға? Енді сен қызы боласың ғой. Неге бардақ бұны? Да ладно. Провернусь потом. Недавно ж переехала. Недавно? 1 жыл болды сен келгенге. Ертең күйеуге қалай шығасың? Енем қуып жібереді сен. А я ее ликвидирую, подброшу наркоту и засажу. Не сондай жаман сөз айтасың? Саған барлау операциясын емес. Байға кету керек. Ой, что там делать? Носки стирать и кушать готовить? Не бірден нәски. Жақсы жігітті кездестіресің, сосын бақытты өмір сүресің. Қайдан табам? Кругом одни он женатый или слабаки. Ай, саған тазару керек. Менімен Аминаға барасың ба? Ой, аға, давайте ближе к делу. Әдейі болса, сен барлау операциясына шықпайсың. Рисковать еткің келмейді. Я не маленькая девочка. Я офицер. Қайтпайсың, тура әкесінің өзі. Оған тиме, оған Аминаға апарама. Чай, конфет, қойдың жамбасын әкел деген. А чего вы постоянно к ней ходите? Сенің кесіріңнен. Көрінген жерге тұмсығын тығасың, менің давлением көтеріледі. Жақында ғана тазарып едім. Қазір қайдадан басым солқылдап жүр. Ага. Я смогу. Бірақ өз бетіңше ештеңе істемейсің. Клянусь. Жарайды. Мен кеттім мұнда. Сен жинама жүр. Қалай жүр? Клянусь. Әсел, сенің негізгі мақсатың ол адаммен ақырын қарым-қатынасқа кіру. Егер бірдеңке дұрыс болмай жатса, шығарып алам.
Есть. Бірақ оны отморозки дейді. Атып жіберуі мүмкін. Сенің қорғаушың Бронежилет? Әмин апай. Әсел осында. Мама? Аузың тұрайын, тиктокерлер. Мы против тебя. Объекты прибыли. Где специалист, читающий по губам? Здесь, господин полковник. Айдоха, мен шалбарым жыртылып қалды. Алып кетші мені. Он говорит, цемент, Лакоппала деген кафе. выставка, что-то про сантехнику. Тез-тез алып кетші, бәрі Ты қарап. умеешь читать или Да он на нет? казахском говорит. Я понимаю, но не разговариваю. Здравствуйте, присаживайтесь. Здравствуйте, девушка. Вы можете меня посадить туда, где меня не будет видно? Конечно. Посади его ближе к окну. Идите за мной. Хорошо, сейчас. Алло. А? В смысле ты меня не можешь забрать? У меня тут валива. Мына бірдемен сезді. Молодой человек, вы не могли бы дать мне позвонить свой телефон? Я просто жду подругу, у меня батарейка села. У меня тоже, простите. Жаль. А вы девушку ждете? Девушку? Почему девушку? Ну, я просто подумала, что такой симпатичный парень наверняка ждет свою девушку. У вас все в порядке? У меня проблема в одном месте. А что, если я вам позвоню? Встретимся позже. Вы мне? Ну, да. А вы против? Я за. Супер. Тогда диктуйте телефон. 8, Угу. 3 семерки, 68, 22, 66. Отлично. Я вам позвоню. У вас же телефон сел. Вы знаете, если честно, я просто искала повод познакомиться. Ну, я позвоню. Ладно. Жақсы. Көріскенше. Сау болыңыз. Что-то дұрыс болмады ғой. Адыраспанмен қайтадан алысайық. Қалайсың, ұлма? Әй, қайда жүрсің, а? Қалаға барып қайтқам жұмыстарымнан. Сен өсіп сандалы жүре бересің бе? Үйленсеңші. Сосын бір дұрыстау жұмыс қорын алассаңшы. Аман, аңғырыш. Іліп алдым. Жап-жаңа шалбарды жырттың ғой? Қайдағы жап-жаңа, мама? Әкемдікі ғой, бұл әкем киді ғой. Ей, әкең 8 жыл киді. Оның ағасы алдында 9 жыл киген. Сен 1 жылға жетпей жырттың ғой, а? Осы сенің құйрығыңда шеге бар ма? А? Жарайды енді, мама. Ақша берші ма? Жаңасын алам. Ақша жоқ.
Ой, берші. Сатыңдар мен, сатыңдар. Ой. Мынау кім сүйі? Білмеймін, технично шығарып жібер. Алтын жүзік айнашқа. Дұрыс. Ала, әже, қалайсыз? Не істеп отырсыз? Ана жаққа кетем ғой. Сонда кімге не қалдырам? Соны жазып кетпекшімін. Ой, адағы сөзіңізді айта бермеңізші. Адағы списигіңізді кімді өзгертесіз ғой? Құлдым-ау. Мен бе? Адамдар ғой тез өзгеретін. Ана Қалдыгүл кеше шілдеханада бірінші тосты маған берген жоқ. Мен оған ең жақсы камзолымды қалдырмақшы едім. Енді мінекей. Оған орамал да жарайды. Қалдыгүлге орамал. О, әже, ертеңіз ба? Құлынам, менің жасымдағы кәрі адам не күтеді? Ана жаққа абыроймен кетуді күтеді. Сосын түрік сериалын күтеді. Атам не істеп жатыр? Отыр ғой компьютерге жабысып. Ей, шал! Не болды? Ақырынырақ болмай ма? Қайда чай? Сен не істеп жүрсің? Жай, жұмыстармен жүрген. Мен неге әкетпедім? Мен занят болдым. Уақытым болмады. Андағы немене? Сен тағы да ұрлап жүрсің ба? Сен бір күні бар ғой, үйсіп жүріп сотталып кетесің. Еще клетка дайындап қой. Сен оның бәрін ұрлап ағасың ба? Айтуға, мына мен вергін ба? По-моему, жоқ. Мен мынаны жоғалтып алған сияқты едім. Сен немене ұрлап алып бердің? Мен наоборот тауып алсам, сен сонда қалай? Родной бауырыңды ұры деп тұрсың ба? Қалай ұялмайсың, а? Алло. Нет, велосипед не продается. Нет, нет. Перезвоните попозже вам. Не, Тасташы. қалай, да? Ё-моё. Мынау медь ба? Красная медь, қой. Сен білесің ба мынау не екен? А? Бұл деген уже статья, ертең сотталып кетесің сен, қояншық. Мен оны жай уақытша алдым. Қанша уақыт қалдың? Пока китайцам не продам. Енді басқаша қалай енді. Сен жұмыс істемейсің, мен жұмыс істемеймін. Екеуміз маманның мойнында отырмыз. Бірақ оның бәрі уақытша. Менде бір дерзкий бизнес-идея бар. Тыңда. Короче, мына медті китайцарға сатам. Сосын нормальный, достойный киініп аламын да, прическамды дұрыстаймын. Қалаға барам, бай әйелдермен, бай тәтешка. Олар маған ақша төлейді. Сосын мен красавчик болғаннан кейін косметикамен айналсам. Красавчик болғаннан кейін, сосын косметика айналсам да бүкіл қыздар, әйелдер, тәтелер, бәрін ақшалар бар. Маған косметиканы сатып алады. Карьерная лестница. Бриллиантовый директор болып аламын. Еще сені тартам. Түк. Түсіндің ба? Түсініп отырсың ба? Сосын ақша деген уже нормально ғой, нормально. Сосын аламын да картошкаға салам. Вложение. Немесе гайға жұмысқа тұрам. Ақша деген море. Былай бұршақтай шашады. Ал сосын Камри аламын да таксовать етем. Сен мына жерді жина давай. Жауып қой ананы. Мамаша көрсе өлтіреді. Алло. Алло, Ирлан. Здравствуйте. Это Асель. Мы сегодня с вами познакомились. Асель, привет. Простите, не удержалась и позвонила. Очень приятно. Китайстар звондап жатыр. А что, если мы с вами завтра встретимся? Конечно. Давайте встретимся. Отлично. Тогда скину вам адрес заведения. До встречи. Кім звондаған? Бір қыз ғой. Әдемі ма?
Дерзкий. Маған симпатичныйсың дейді. Ой, болды. Құлақтан ұры салады екен. Ол кім? Құлақтан ұрып атқан, а? Ерланды бір қыз свидание шақырып жатыр, мам. Ол қандай қыз? Бір қызбен общение ұстағам ғой. Болды. Тойды үйде жасаймыз. Ой, мама, қайдағы той? Я ее только сам один раз видел. Один раз сразу ЗАГС. Көнбесе на жамбас. Болды. Тойды үйде жасаймыз. Блин, или все-таки ресторанда жасаған дұрыс ау деймін. Все-таки құдалар, құдашалар, дискотека, там. Ақшаны қайдан аласың? Мені сатасың ба? Сат мені. Ұрлап қаш. Қалың малын төлемейсің. Мама, для вас урлау это ответ на все вопросы? Иә? Ой, көрем сен. Мам, кішкене ақша берші. Хотя прическамды өзгертейінші. 25 жыл болды ғой сен алып берген прическам жүргеніме. Үйбай. Ана Ерландікін 30 жыл алып келатыр. Саған неме десін ұнамай жүр. Енді кім біледі енді той болып қалса ше. Әлі, Амина, бізде өте маңызды барлау операциясы басталғалы жатыр. Жолын ашуымыз керек. мен де сені тазартуым керек. Не әкелейін? Сыр әкел, бір 10 шақты жұмыртқа, фарш 1 кило, жоқ 2 кило. Не әкелейін? Порошок әкел стиральный. Порошок? Енді мен сені тазартам ғой. Түсіндім, жақсы. Внимание! Объект ішке кірді. Объект келді. Объект приближается. Встречайте. Объект уходит. Братан, нереально дорогой ресторан ғой мынау. Ақшаң жетпейді сенің осы жерде кайфовать етуге. Мынау немене? Сен ұрлап алдың ба тағы да? Бос қолмен кетпейін ғой енді. Сен қойсаңшы осындайыңды. Енді не істейміз ал? Короче, қалада осында. Бір досымның кафесі бар. Там можем долго посидеть. Блин, все равно что-то неудобно от меня. Осында бір шайнек шайын, соғымның бағасындай. Бір шайнек шай. Обычный чай. Алло? Асель, привет. Қалайсың? Привет, хорошо. Мы можем в другое место поехать? Пожалуйста. Ну, хорошо. Олар біліп қойды. Әсел, не вздумай. Привет, Асель, как дела? Привет, хорошо. Это ловушка, операцию отменяем. Группа, керайландар. Амина апай. Кетеді ана қыз. Почему ты выбрал это место? Здесь кухня хорошая. И свои люди. Чем занимаешься? Да, так. Дела туда-сюда, но... Енді жұмысшы қоса не деп айтам? Врет, нервничает. Пульс участился, зрачки расширены. А ты чем занимаешься? Я в салоне работаю, парикмахером.
Ага, классно. Подстрижешь меня? Проверяет. А я женский мастер. Понятно. Что-нибудь выбрали? Может, вина? Да-да, давай. Девушки, бокал вина принесите. А лучше бутылку. И откройте здесь, пожалуйста. Мы же не торопимся. Так хотя бы не отравит. Да. Бір бутылка 20 мың тұрама сонда? А еще карбонару и салат по-пекински. Е-мое. А ты что будешь заказывать? Я ничего не буду заказывать. У меня же ураза. Ураза же закончилась полгода назад. Да? Харзар просто. Не стал заказывать. Странно. А где ты живешь? В Думане? Думан. Так, 65-ші автобус, сосын пересадық мені 11. И осы немене нормальный қыздардың бәрі алыс тұрады дейді. Прости, пожалуйста. Я сейчас мигом. Сейчас. Жүрсің ше тезірек. Не могу, тут везде сергеки. Жындысың ба, жүр деймін тез. Не болды? Мына жердің бастықтары ауысты. Досымды уволить етіп жіберген ғой, прикинь. Короче, в долг посидеть не получится. Ё-моё. Енді не істейміз? Ана қыз аяқтан мың қыртып заказ беріп тастады ғой. Ақшам жоқ па вообще? Қайдағы ақша жоқ, менде жетпейді. Валить надо, походу. Валит болғанда сен қызықсың ғой. Қазір қалай айтам мен оған? Кеттік деп. Қазір ғана келдік қой біз. А что вообще қалай? Әдемі ма? Шикарно. Жарайды, не істейміз? Короче, алайық та қашайық. Понял, брат. Смело. Давай. А что мына жерде? Сабынды жоқ па не? Не говори. Не то, что сабына. Салфетка да аз ғой, вообще жаловаться надо. Вообще сервиса нету. Ой. Что-то душно, да, здесь? Не хочешь уйти? Прогуляемся? Что он задумал? В смысле? Зачем? Мы же только пришли. Может, посидим еще? Мына қуамы? Соншама заказ бермегенде нормально отыратын едік. А я тебе красивые места покажу. Он расколол меня. Хорошо. Мне надо позвонить. Давай. Иди сюда. Не істедің мынаны? Қалай, енді өзің айттың ғой, алайық та қашайық деп. Мен саған алайық та қашайық деп, өзіміз қашайық деп айттым. Өзіміз? Свалим, типа. Вот я да... Яндақ. Еше, доктордан асылғам. Ұйықтатап, ұйықтатап. Кетші! Енді не істейміз? Что ты будете? Сен қайда бара жатсың? Үйге? Қалай үйге, әсенші? Бізбен бірге үйге барады. Не істейді ол үйге барғанда? Үйленесің. Мен қалай үйленемін? Екі ақ көрдім ғой бұны. Любовь со второго взгляда. Мен өз басымда әрең алып жүрмін. Мынаны қалай асыраймын мен? Жарайды енді бір не қылармыз? Не істейміз ал? Онда мен үйленем. Мен үйленем. Мен үйленем. Мен тебе сал үйленеді. А давай Сулейфа. Давай. Мен үйленем.
мен үйленем. Ата құтты болсын, үйленейін деп жатсың ба? Қалайсың, нормально ма? Келінжан, Вы кто такие? На кого работаете? не ғой? Работаешь болғанда Шолпан почтада істейді. Зәмзәгүл сүт сатады. Апаң пенсионер. Мен домохозяйка. Атаң онлайн казино катайды. Енді Айдыным скоро жұмысқа тұрам деді ғой. Досымды күтіп жүр. Акиматқа тығам деген. Уайымдама, жағдайымыз жақсы. Ерланым айтты ғой, скоро байимыз деп. Иншалла, мама. Келген қадамыңа гүл бітсін. Келінжан. Какая еще Келинжан? Бісміллә. Выйдем, поговорить надо. Келін, только без нервы. Ерланың пошкасы ауырады. И сотрясениесі бар. Ты чё меня украл? Ну, я хотел жениться на тебе. Жениться? Да? Я тебе сейчас 7 лет впаяю за это, понял? Это что за пещерные понятия? Ты что думаешь, я здесь буду жить? Ну, это же временно же. Временно? Да? Слушай, у меня есть дело. Вот конкретное дело есть у меня. Что за дело? Ну, там подробно айтпай қояйын. Ну, там хорошее дело есть, я его быстро-быстро проверну. Потом, Құдай қаласа, бұйырса, екеуміз переедем. Там деньги бешеные, в общем. Это пока не буду говорить. Қайда кетіп барасың? Қытайлықтарға барып келем. А Валя? Если тебе что-то не нравится, я могу тебя обратно домой апарып тастайын. А? Үйіңе барасың ба? А, не. Ұят болады ғой, я останусь. Да? Угу. Рахмет. А чё, брат куда поехал? Это секрет. Мне позвонить надо. Где мой телефон? Пойми? Свой дай. Янке, әлі белгісіз, іздеп жүрміз. Всех подключили. Амина, что там? Мухтар ағай, это Әсел. О! Меня похитили. Какие у них условия? Меня замуж похитили. Түсіндім. Сөйлесем айтырсың ба? Меня реально украли как невесту. Уайымдама. Сені шығарып аламыз. Мы проследили адрес. Я тут останусь пока. Разобраться надо. А что от меня требуется? Вам надо подыграть. Походу, вы теперь кудалар. Болды. Тойды үйде жасаймыз. Жоқ ойма. Неге үйде? Жұрттың бәрі ресторанда жасап жатқанда. Ресторанда жасайық бізде. Сен неменеңе шіренесің, а? Қалтаңда көк түйінің жоқ. А? Мені сат мына мені. Мені сат. Отыр ғой міне. Жақсылап музыкасын ойнап берсе, әнін айтады, биін билейді, ойын ойнайды. Иә, қалаған музыкаларыңыз болады. Бәрін жасаймыз. Сен бит, ең бастысы құдалар, қызыл өрік, чип-чип. Сосын анау Алматыда жоқ-жоқ, сосын анау баста райтмс деген бар ғой, вот сол болсын. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want. You know I got it, вот, осыны айтасыңдар. Өзіміздің жұлдыздардың біреуін шақырайық та тойдың сән емес пе? Бар ғой.
Мен жана бір досым алып келген, сыртта тұр. Қайрат Нұртастан аумай қалған. Ойбай, шақырсайшы. Болды. Көрейік. Бекболат! Бекболат! Ойбай. Ей, мынауың ұқсамайды ғой. Зато бесплатно. Е? Ой, қойш, түк те ұқсап тұрған жоқ. Ой, енді оны кім көріп жатады? Тойда алыстан. Болды, келістік. Айтпақшы не, той бүгін емес пе? Жоқ, бүгін емес. Мен бүгін екен деп. Малдың мәселесін шешіп алайық. Ана Ернардың қойы бар. Соны тойға шақырайық. Одан жылқы соймаймыз ба? Төп, қойшы сен де осы. Ойбай ау, қой сойып тойға. Құдалардан ұят емес пе? Запомните одну фразу. Ет будет, но без казы. Манатты тойға шақырайық. Ол өлдім дегенде тойға 20 000 теңге алып келеді. Атамада кім болады? Ана Ғабит болады, келісіп қойған. Анау коронавируспен ауырған Ғабит па? Тәй! Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, амансыздар ма? Қалайсыздар, апкелас, амансыздар. О, дистанция, 2 метр. Мынаны істей салайын, кішкене, дарым ғой, аным. Қалайсыздар? Дайындық қалай тойға, жақсы ма? Қалай, бекенай, мына үйленді болдым, ой, молодец. Мұнда сразу іске кірсеге, уақыт не алмай, той былай болады ғой, той, мен шығам, музыкамен шығам, шыққан ассалаумағалейкум, құда жегізген, антисептик сепкізген, құйрық бауыр жегізген, ондай болса, құдаларымызды қарсы алайық ағайын. Ерді құдалар шығады, сіздер бәрі қарсы аласыздар, шашу, музыка. Қорқпаңыздар, беташист арнайы домбыра жасадық, мойын ұзын 2 метр дистанция былай ашады, ұзын алыстан шықыт ашып жібереді. Құдаларымызға ақмол, стакандарымызда парацетамол. Осылайша да, сосын бір ет шығарамыз. Етке арнап мақалдатып шақырам. Етке, маска бетке деп тұрып. Ал енді еттің табағына 42 500 теңгеден көбірек салындар ағайын. Енді сендер өкімет емессіңдер қойдақ қойымыз да. Қорқпа, атан ғой аллергиясы бар. Атамыз ба? Атамыз ба? Аман ба? Бәрі жақсы ма? Жақындап айтып отырмын. Ал сосын ең басты мәселесі не ғой, ақша жағынан не перевод па, ИП ма? Апа, келіңіз, шай ішіңіз. Енді ақша жағынан кішкене қиындау болып тұр. Телефонмен алсаңыз енді. Телефонмен? Мен не саған ломбардтың бөле телефонмен алдын. Жоқ, болмайды, онда ақша керек, ақша ғой, онда бәрі жіктері. Жарайды, қандай телефон көрсетші? Мына мен бір ай бұрын жоғалтқан телефоным ғой. Қайдан таптың? Берші, көрейінші. Фокусниксің ба, немене? Жаңағы телефонды берші. Осы ғой жаңа телефон. Жаңа басқа. Жоқ, осы ғана. Бірақ телефон ғой. Мен өзімен бірге 10 телефонмен бірақ емеспін ғой. Таситын. Жарайды онда. Все, келістік. Жарайды, мен құдалықтарын жүргізіп берем. Уайымдамаңыздар, жүргізіп берем ғой. Онда рұқсат болса мен бара берейін. Автобус жүріп тұрғанда жетіп алайын неге. Сау болыңыздар, аман болыңыздар. Шешіп сағансың ғой, емін. Әкел, ана іспескеніңді берші көрейін. Ей, мұнаның ішінде Берік пен Серік қайда? Ой, оларды қайтесіз, өмір бақи ақшалары жоқ. Ойбай ау. Ей, туған бауырларың емес пе? Олар егіз емес пе? Біреуін шақырсаң, какая разница? Второй такой же. Осылай билейді, қарындастар осылай билейді, әпкелер осылай билейді. Қошемет болсын, музыкадан, нәнекей, тойымыз ашылды. Құдайлығымыз мың жылдық болсын. Ал жаным, мына келген жеріңе тастай батып
бақытты болыңдар. Рахмет апа, айтқан кез ал кеткен. Ей Салтанат, айттым мен саған, қаланың қызын алма деп. Олардың қолынан түк те келмейді. Небай, мен дейсің балға? Ұлдың алып келгені ғой. Лучше біздің арнан анадың ба? Не болып қалды? Мен әлде қандайық менсінбеп едің. Базар комға не? Өтпей қалды ма қызың? Мына сенің қызыңды алмағанымызға Құдайға шүкір. Әйтпесе мына қызыңды менің ұлым 10 жерден жұмыс істесе де баға алмас екен. Ал енді. Братан, это вот от меня подарок тебе. Швейцарский. Серьезно, что ли? Конечно. Қымбат қой мынау. А братма ничего не жалко ғой? Ұрлап алған жоқсың ба? Ничего ғой. Только это, Асқар ағаға көрсетпе. Что там, дайынсың ба? А? Дайынсың ба деймін? Неменеге? Ну сегодня же это у тебя это первое. А, иди. Слушай. Мұхтар ағама поддержка! Жеңшеме поддержка! Мұхтар ағама поддержка! Жеңшеме поддержка! Шеф, Әсел, қалайсың жаным? Құтты болсын. что с вами? Что, пили? Ну, надо же поддерживать легенду. Құдалық кішкене шынайы болсын дегенім ғой. Конкурстан ұтып алдым. Не, бірдеме анықтадың ба? Для него свадьба — это часть плана. Пока не знаю, какого, но скоро выясню. Бірақ ерланың барғаға ұқсамайды. Спокойный, тихий. А как он танцует, а? Ну что, у него на лбу будет написано, что он барыга? Шеф, соберитесь. Мария, сенікі дұрыс. Әсел, мен сен үшін қуаныштымын. Өкінішке орай ата-анаң бұл күнге жете алмады. Но это не настоящая свадьба, шеф. Дағы 50 грамм ішейік. Кеттік. Я чуть-чуть подержу легенду. Телефон принесли. Міне. Асель, привет. Қалайсың? Детка. А если серьезно? Асель. Асель, қытығым кеп атыр менің. Давай. Ерла. Что? Ерла. Что мы делаем? Тихо, детка. Слушай, Глеба, давай. Потом. Асель. Как дела? Нормально.
Доброе утро. Әй, келіндегі негізі сәлем салу керек. Бірақ қасық салғын. Әй, шайды самоварға қайнат. Газ баллонды экономда. Әй, өріктің ағашы қымбат. Анау сарайдан барып алғын. Ол көршінің сарай емес пе? Сол үшін техничны білдіртпей барып ал. Әлі бір айға жетеді. Может, новый купим? Мені сат, сонда точно хватит. Ей, даланың туалетіне бар, бұл қонақтарға. Не болды мынаған? Нормально. Че там? Қалай екен? Первая брачная ночь там. Ай, диги, давай сон. А? Сен алдымен мәшінемен диги деп аш? Понятно. Тез жөндіш, бір жерге барып қайтайық. Қайда? Клиенттер звондаған. Қойш. Бүкіл партияны аламыз дейді. Қас барамыз. Че, вообще никак па? Не деп атыр? Күйеуіңді аңдып жүрсің ба? Мен сен түсінем. Ерлан деген красавчик, атасына тартқан. Бірақ күйеуге сену керек. Ну, вы же сами подслушиваете. Енді ол менің күйеуім емес қой. Эйбай. Әй, қайда жүрсің, По делам ходила. Мынаны қара. Маған ескертпей, өз бетіңмен қайда барып жүрсің, сен, Үй жиналмаған, ыдыс-аяқ анау жуылмаған, кір жуылмаған, дала сыпырылмаған,
А, это я все должна была делать? Сен істемегенде мен істеуім керек пе? А? Міне, қаланың ақсаусақ келін алсаң көрген күнің осы, апа. Салтанат, қойшы енді сабыр ет. Келгені кеше ғой, үйренеді. Жарайды. Біз базарға кеттік. Мен келген кезде мына жердің бәрі сиыр жалағандай тап-таза болатын болсын. Білдің бе? Нужна помощь. Принято. Выезжаем. Жігіттер, тоқта, стоп. Да, принято. Ага. Жігіттер, басқа қызды алып қашасыңдар ау деймін. Маған жұмысқа бару керек. Ренжімеңдер, жігіттер. Фотографии я отправила. Пробейте номера по базе. Да. Сколько это времени займет? Слишком долго. Постарайтесь до завтра. Мне нужны камеры для наблюдения. Штук 6-7. Біздің адамдармен хабарлас, көмектеседі. Есть. Жалпы қалайсың? Енеңмен тіл табыстың ба? Все идет по плану, шеф. Они возвращаются. Ауланы тап-таза қып жинап қойыпты. Иә. Молодец, қызым. Апа, мынаны үйге ала кіріңіз. Шайларыңды тездетіңдер. Жарайсың. Айтпақшы, сен ана огородты суғардың ба? Я суардым. Бәрі де дайын. Қолыңызды жуыңыз, тамақ жейміз. Ойбай. Осы сен жұмыстармен жүруге шаршап кеттім мен. Менде басқа жұмыстарым жоқ деп ойлайсың ба? Не жұмыс бар сенде? Сол баяғы ұрлайтын шығарсың қайтадан. В смысле? Менде бизнес-идея деген миллион. Короче, тыңда, кафеге официант болып тұрып алам, содан кейін сол жұмыс маған надоел болады да, сол жерге барып охранник болып тұрып алам. Сосын бір бастық отырған кезде по-любому төбелес болады. Содан кейін мен бастықты құтқарам да, лично охранник болып алам, прикинь. А сол бастықта бір тема қызы болады да, соған үйленем, сосын кафе маған қалады. Прикинь, ақша деген море болады, братан. А сосын камера аламын да, таксовать етем. Қалай, а? Тема, да? Сен осының бәрін айта бермей, әуелі жасасыңшы. Запомни одну фразу. 500 до Курмангаза. Кеттік. Прости, я тут убиралась, нашла случайно. Ничего. Это мой папа. Мне где-то здесь 10 лет. Баяғыда папам таңертең мені оятады сабаққа. Жүрей сабағынан қаласың деп. Мен денемді әрең дегенде алып тұрам, барғым келмейді. Сосын папам жолға шыққаннан кейін қала жаққа қарай бұрылып барадыр. Ой, папа, қайда бара жатырмыз десем, қалаға паркке дейді. Қатты қуанып кеттім. Паркке барамыз, от души ойнап, қыдырып, мороженыйға тойып үйге келеміз ғой. Мамашаға ештеңе деп айтқан жоқпыз. Сол күні түнде папам қайтыс болып кетті. А я свою маму даже не помню.
меня был год, когда она умерла. А папа не стало, когда мне было 8. Мухтар ага мне как отец. А давай не будем о грустном. Сыграем в игру? М? Каждый из нас расскажет 3 факта о себе. Я начну. Только ты не смейся, хорошо? Короче, я не умел читать до 3 класса. Я ужасно боюсь стоматологов. Я не умею плавать. Так, ну, у меня аллергия на кошек. Я терпеть не могу, когда мне врут. И не умею кататься на велосипеде. Серьезно? Не умеешь кататься на велике? Ну, а ты вообще плавать не умеешь? Камера 1. Изображение есть. Камера 2. Изображение есть. В чем дело? Қызым, неге ұйықтамай жүрсің? Жай, апа, ұйқы жоқ. Кел, қасыма отыр. Саған қиын болып жүр. Түсінемін. Бірақ келген жерің жаман емес. Ерланым жақсы жігіт. Атасына тартқан. Красавчик. Да, красавчик. Только он мне ничего не рассказывает, куда ходит, чем занимается. Еркек деген әйелге есеп бере ме? Мал тауып әкелсе болды емес пе? Дұрыс, дұрыс. Ну, может, вы все-таки слышали? Может, он имена какие-то называл, адреса, куда ходит, что делает? Жоқ, ол ондайды бізге айтпайды. Мен білмеймін. Айдын чем занимается? Айдын? Хай. Оның бар арманы Камри. Осы қазақтарды Камримен оқытып қойған ау деймін. Бәрінің Камри мінгісі келеді. Немеремнің үйленгенін көрмей өліп қалам ба деп қорқушы едім. Мінекей, мынаны саған сақтап жүрмін. Мынау саған сыйлығым. Рахмет, апа. Тоқтай тұр. Бұл не? Еспандыр. Ана сиыр сауғанда қолың ауырмайтын болады.
алманы жинап, ана тас жолға апарып сатсаңдаршы. Шашылып жатыр. Ақша ғой. Жоқ, мам. Мелочь қой, мелочь. Я вчера опять вырубился, да? Угу. Спасибо, что-то спина болит. Устал, наверное. Работал целый день. Да, может быть. Алло. Да? Ага. Хорошо, хорошо. Все, бол. Да, мы выезжаем. Скоро будем. Давай. Ага. Кеттік жүр. Жоқ, менде уақытым жоқ. Жұмыстарым бар. Менде жаңа бизнес схемам бар. Қандай? Енді, әже, сіздің осы өмірден кететін пландарыңыз бар. Енді өзіңіздің коронкаларыңызды осы, золотой коронкаларды қалдырып кетсеңіз маған. Мен оны сатамда жоқ дегенде 100 000 шығарам. Оны мен, зәбзәгіл подругама қалдырам деп уәде беріп қойдым. Әже, менде реальная тема. Қараңыз, 100 000 теңгені алам. Сосын тағы осы соседский бутылкаларды алам да, тапсырам. Считайте уже так, 107 533 000 теңге бар. Сосын спорт барға барам да, ставка тігем. И проиграю. Если ты это все равно проиграешь, неменеге тігесің онда ақша? Братан, это бизнес. Здесь вначале всегда проигрываешь. Мен ақмақ емеспін ғой, да, мам? Қалтамда 10 000 теңге қалап, на всякий. 20 коэффициент табам да. Тігем. Ауылда качалка ашам. Екінші качалка ашам. Үшінші качалка ашам. Үшінші тамақ сатам. Ну, спортивный тамақ бар, оны протеин, пробиотик сатам. Сосын франшиза. Франшизаларды көрші ауылдарға таратам. Ақша деген море. А сосын Камри алам да таксовать етем. Жөнім. Үйренсеші не болады. Болар бала боғынан деген. Қойшы, мама. Риск қой бұл деген. Сен не сатып жүрсің, а? Мама, оны бір кейінірек айтып берем. Сәті келсін. Сен барасың бармайсың ба? Кет. Жинай берейін онда. Шайың жақсы екен, қызым. Бір шыны құйып жіберші. Осымен болдым. Маған бір шай құйып жіберем. Заварка бітіп қапты. Еще заварить? Жоқ. Эконом керек. Болды, жина. Әкел. Ерлан. Ау. Товарың нормально сияқты. Енді партияның барлығын алам. Жақсы. Ақша жағын қайтеміз. Ақша жағы ертең арың берем. Счетыңа жіберем. Келістік па? Келістік. Все, давайте. Жақсы.
Камри аламыз ба? Сразу ма? Салам, все куплю, сразу. Короче, загранпаспорт оформляй, улетаем. А что сразу так кайфовать, что ли? Отдыхать будем? Какой кайфовать, какой отдыхать? Работать будем, делами будем заниматься. Ты че? А это Асель. Әзеге айтасың ба? Скажешь? С ней надо что-то решать. Жарайды, давай кеттік. Салтанат, қалғалай, жағдай жақсы ма? Аман есен, жақсы, шүкірміз. Көшеден өтіп бара жатыр едім. Ана келіннің терезеден секіріп түсті де, ана жаққа кетіп қалды. Айттым мен саған, қаланың қызы ауылға келін болмайды деп. Не айтып тұрсың сен, а? Әлі отыр. Бөтен сиыр тұсау. Асел, шайыңды қой. Иә, мам, қазір қоям. Повыше сделай. Қазір кішкене қалды. Көрдің бе? Күніменен бір сиырмен әуре болып отыр ма? Тапшаның жатыр анда шашылып жиналмай. Ей, балай, не айтып тұрсың сен, а? Не айтып тұрсың? Сен маған сенбей тұрсың ба? Қой жүрсің. Жүр сен, жүр, көрейік, жүр. Ай, Роза, көзіңді ашып қара. Келін болса менің келінімдей болсын. Әне, айну дағып жарқыратып қойған ғой. Ай, аузыңа келгенді оттап едің. Ен не дейді екесің, а? Тамағың дайын емес. Маған тамақты кім береді? Смысле дайын емес. Құдайға шүкір, қазанымыз оттан түспейді. Жүр. Көрдің бе менің келінімнің қандай екенін? Сенде 30 секунд бар. 10 секунд. Орамалың жөнде. Алай, сәлем бердік. Қаттен киме. Қолың. Арқаңды ұста. Аяғың. Көз жасы. Шайдайын. Красавчик. Жүр, әбет жейік. Привет. Привет. Как дела? Отлично. Просто супер. Настроение хорошее? Да. Дела налаживаются. Расскажешь? Поехали. Прокатимся. Мама, біз қазір қыдырып қайтайық. Жарайды. Апа, осы келін қайнененің топырағынан деп бекер айтылмаған ғой деймін. Келінім жақсы өзіме тартқан. Ай, сенен көрі жақсырақ ау деймін. Маған тартқан. Қойыңызшы тегі. Барып шай қойшы. Шөлдеп отыр. Отыра тұрайшы тағы да. Мына сиырың вообще сүт бермейді ғой. Приехали. Пошли. Куда? Пошли.
знаешь, когда я увидел тебя, я сразу понял, кто ты. И кто же? Ты девушка, которая принесла мне удачу. Ты же хотела знать, чем я занимаюсь? А? Арбуз. Не поняла? Я изобрел новое экологически чистое удобрение. Благодаря ему овощи и фрукты растут в 3-4 раза быстрее. Вместо одного урожая можно получить сразу 3. Так ты этим занимаешься? Я же биотехнолог. Вот у меня сегодня купили мое изобретение. За огромные деньги. Почему ты раньше не рассказывал? Енді көз тиіп кете ме деп ойладым ғой. Сейчас. Бисмилля. Кубиками лучше нарежь. Полосками удобнее. Попробуй. Вкусно? Очень. Я очень за тебя рада. Поздравляю. Я хочу тебе подарить жизнь, которую ты заслуживаешь. Ты никогда не пожалеешь, что выбрала меня. Выбрала? Да. Вообще, ты меня украл. Ну, это случайно же. Пойдем. Я тебе еще кое-что покажу. Классно, да? Ага. Я руки мокрые. А, ничего страшного. Так, Что ты ищешь? сейчас. Где-то здесь. А вот же она. Сейчас. Я нашел. Помнишь, ты говорила, что не умеешь кататься на велике? А? Угу. Я тебя научу? Давай. Ну ладно, только ты крепко держи, ладно? Давай, давай. Осторожно. Садись. Подожди, держишь? Давай, держу. Держи. Кетпа. Бося! Уақытша болсын емұғы жанның кел аралайық ағыл тегіл боп ебіл себіл айта бер түкіл Малыш үйлеріне қашан барады? Массаж ақ бітті. Менің де ем қарным түсіп бітті. Үйде қонбайсың дейді. Ай, атау! 20 жыл тұрған базамды сындырып тастадың ғой. Ештеңе қылмайды, қойсасы базаны. Жоқ, сен уайымдама. Таңертең как огурчик тұрып кетеді. Үйіне дұрыстап жатқызып қойыңдар. Сен жинала ғой. Қайтамыз. Ертең қайтсам бола ма? Мен кірді суға шылап қойып едім. Сосын ертең енемді қалаға шығарып салуым керек. Біраз шаруаларым бар. Жоқ, не қылса жігіттерге айтайын, реттейді ғой. Жоқ, аға. Өзім. Мен түсіндім. Онда біз жүре берейік. Саған таңертең келеді. Жарайды.
Жақсы. Айтпақшы, мен бір дерзкий камера тауып алдым. Сататып беру керек. Мен сразу айтып қоямын, менде ақша жоқ. Пока. Блин, ее заберут сразу, а? Состояние, кайф. Мам, Ажека. Айсель. У меня нет денег. По-любому же есть. Жоқ менде. Қайтарып беремін мен. Ал сат мен сат. Жоқ дедің ғой. Менің байлығым осылар, бірақ сен болмасаң күні айып. Жүремін мұңайып, тек ғаламторларда. Толғана сені көрген сайы, мына қара көздер сенің қаруың. Сенің қаруыңнан мен таптым қаза. Ұшырап сабырлығым кетіп маза. Жалғызсырап түндерде кештім маза. Қошы болды мейлі, жүрсін саған мыңа иелі. Маған керегі ең биігі, маған тек мен үшін жаралған ең сұлу. Түпсіз қоңырау. Өзің қайсың, қызым? Жақсы. Айтпақшы, біз нашақорларды таптық. Бұл жол дәл өздері. Ертең жұмысқа шығам. Жо, неғысы өзің келіп, бір аптадан кейін, тіпті бір айдан кейін шықсаң да болады. Қайда шығасың? Мен дайынмын. Шығам. Жо, уайымдама, біз өзіміз реттейміз. Дайын болам ғой, шығам. Әлгі келіннің қалдырып кеткенін маған тағы да бір рет оқып беріңдерші. Прости, дейді. Ерлан дейді. Я должна уйти. Будь счастлив, дейді. Ол неге кетеді, а? Әй, сен әлгі тұратын жерін білуші ме едің, а? Білмеймін ғой сол, мама. Телефон? Звондасам алмайды. Анау құдалар да алмайды. Жап жақсы жүреді ғой. Немереге кетіп қалды? Сен кінәлісің. Отырса опақ, тұрса сопақ қылдың. Екінім деп. Қайтып шыдайды о бала. Ойбай. Мүмкін мына сіз кінәлі шығарсыз? Бәріміз ана списогыңызға не беретін жазыпсыз да, оған дым жазбағасыз ғой? Мен оған шубамды қалдырдым ғой. Мына маған беретін шубын айтасыз ба? А может, диги нашар болды? Қойшы, пожалуйста. Так и знал. Болды, жа. Кетпес атамнан әрмен. Уайымдама балам. Выйдет хрустящая курочка, которая порадует ваши вкусовые рецепторы. Мясо мы будем жарить не на растительном масле, а в широком.
бір келі күріш, бір пачка шай ала кел. А это бір дизи ала келші. Ерла, қалай, а? Камрюха, 2,4. Европеец. Әсел үшін ба? Жарайды енді уайымдама. Қыз деген көп қой. Еще меня қалдағы подругалармен таныстырайын. Әсел не үшін кетіп қалды екен, а? Мен нені дұрыс жасамадым? Бәрі дұрыс. Сен идеальный братансың. Өмір деген жалғасып жатыр. Кездестіресің әлі. Жарайды, кеттік. Қайда? Әселді іздейміз. Не болса табамыз. Қайда іздейсің оны? Адресін білмейсің, телефонын білмейсің. Телефон! Не телефон? Әсел кафеде телефон қалдырып кетті ғой. А? Телефонын тауып аламыз. Сосын сол арқылы адресін тауып аламыз. Точно! Брат, ты меня в аэропорт отвезешь? Да, қас. Кет. Басын сытыды ғой. Извините, мы тут несколько дней назад телефон потеряли. Хотели бы вернуть. Вы хотели сказать, убежали и не заплатили. Простите, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, аз ғой. А? Давай телефон. Телефон нужен? Да? Конечно. Есть условия. Что за условия? В общем, жігіттер, видите? Вон ту девушку. Ну, которая не очень. И? Не, ну если приглядеться... Можно, в принципе, это что-то найти. О вкусах не споришь же, да? Дальше, что там? Сосын? Короче, сделаем такую постанову. Типа вы к ней пристаете. Тут подхожу я и ломаю вас. Мына идея, что-то детский сияқты емес па? Нормальная идея. Телефон керек па? Керек. Все, телефон зарядтай бер. Да. Смело. Что там, қарындас? Таныспадық па? Молодой человек, уйдите, пожалуйста. Да ладно, что ты ломаешь его? Дай номер сюда, пообщаемся. Извини, брат. А, ничего. Вот она. Бар, жүгір сөйлес. Жарайды. Кеттік үйге. Қайдағы үйге? Ой, бар дейм. Сен көрмей тұрсың ба? Жігіті бар сияқты ғой ананың. Енді келіп тұрмыз ғой, бар дейм енді. Запомни одну фразу. Слушай всегда бразер. И мазер, и грандмазер. Немене? Ты не поймешь, это итальянский. Братан, отвезешь меня? Қас, точно. Асель! Ерлан? Ты как меня нашел? Почему ты ушла? Асель, избавься от него, объект подъезжает. Ерлан, тебе нужно уйти. Что было не так? Я думал, у нас любовь там. Ерлан, уходи. Я никуда не уйду, пока ты не скажешь. Асель, избавляйся от него, ты сорвешь операцию. Жду команду, могу его снять. Нет! Ерлан, я прошу тебя, уходи. 30 секунд. Я никуда не уйду. Ерлан, пошел вон! Уходи отсюда!
Уходи, ненавижу тебя и всю твою семейку. Я каждый день мечтала поскорее бы от вас свалить. 20 секунд. Быстро, вали отсюда! Колхозник неотесанный! Болт, все, идет же, уходит же. Красавчик. Сама ты колхозница. Че, жігіттер, пойдем бухнем? Да, поехали. Есімдемі жайма шуақ жайлы күндеріміз, уайымсыз алаңсыз түндеріміз, ертеңге риясыз сенгеніміз. Есімдемі алғаш үлкен қала келгеніміз, тұмансыз жарықтың кезгеніміз, ештің өлмейміз деп сөз бергеніміз. Ты что тут делаешь? Что тут происходит? Я на задание, уходи! Какое еще задание? Я агент спецслужб, поэтому мы не можем быть вместе. Ерлан! Ерлан! Помощь! Помощь, быстро! Ерлан! Ерлан! Күйеу бала. Жарайсың. Сұраған ақшаңды берем. Емдеші мынаны. Құлыншағым ау, сенен бұрын мен кетейін ана жаққа. Братан, жаңа бизнес-план бар. Короче, жылқы асыраймыз. Сосын Колумбияға барамда қымыз сатам, прикинь, колумбийстар ақша деген море, вообще, братан. Ал сосын Камри 70 аламда таксовать етем. Керегін жылдар салған жарылды. Ерлан, прощай. Қолдарында автомат, прикинь. Ортасында секіріп түсемін, біреу пақ еткізіп ұрам, екіншісі мақ дегізем, үшіншісі ұрайын деп бара жатсам, ат тастайды мені, прикинь. Берсейші мен сөйлейін да, көмектесей ма? Сол, менікі сол. Ауыл шаруашылығы, анау мынау. Сен өзің неме айналысқан жақсы көресің? Екеуміздің свиданиямыз бір түрлі, я? Ты особо необщительная, да? Да? Ерлан, Что ты тут делаешь? я хочу извиниться. За что? За то, что тебя ранили из-за меня. За то, что... За все остальное, в общем. Прости. Ладно. Прощаю. Болды ма? У меня тут свидание. Я хочу тебе сказать, с тех пор, как ты появился в моей жизни, многое изменилось. Мне кажется, я впервые поняла, чего я хочу на самом деле. Я уволилась из органов. Ештеңке естілмейді. Микрофон жақындатыңдар.
Ну, почти уволилась. Три факта обо мне. Я люблю клубничное мороженое, боюсь темноты. Я очень люблю твою семью. Твоя очередь. У меня плоскостопие. Я болею за Реал. Я не люблю, когда мне врут. Я еще қосалқы дауыс берген. Это не важно. Сол сәтте өзің жолығып келді жылылық, келді махаббат, келді сұлулық, бәрін өзіңмен ала келдің сен. Ты идешь? Бақыттың дәмін сезінем, өзің жолығып келді жылылық, келді ғой сенім, келді бір үміт, бәрін өзіңмен ала келдің Кто дома? сен. Нағыз Все. өмірдің мәнін сезінем. Наташка. Тоже дома? Сүйем, сені сүйем. Ей, бірдеме қылсаңдар. 25-імде мен қалай, 75-імде дәл солай сүйем, соған сенем. Сезімдері бір оттаймай, ғашықтар жүр ғой бір талай. Тынысым тым тарылып, жабығып, жүрегімде жаралы жүрген едім мен, күлмеп едім мен. Жалғыз қамығып, күтіп ем сарылып, кең дүниеде тарығып жүрген едім мен, сүрмеп едім мен. Сол сәтте өзің жолығып келді жылылық, келді махаббат, келді сұлулық, бәрін өзіңмен ала келдің сен. Нағыз бақыттың дәмін сезінем, өзің жолығып келді жылылық, келді ғой сенім, келді бір үміт, бәрін өзіңмен ала келдің сен. Нағыз өмірдің мәнін сезінем.